Assalamu alaikum dostlar. Barşanızga selam. Sizlerмен birge Bala Yummy kanalıma hoş geldiniz. Ramazan ayında tilеген dua tilekтериңiz kabul bolup, ustagan orazalaryňyz san mıngdagan sowaptardan жазылсын. Бүгүнкү кечте ауыз ашып болгандан кийин осундай bir ерекше тәтті дайындадым. Яғни олымды уктатып тастап, жолдасым экөөбүз егиз лебиз багдарламасын карап отуруп, дем алыш жарыялап шай ичип алдык. Көрүп тургандарыңыздай, бул тәтті өте карапайым, яғни бар болганы алманын өзүнөн дайындалады. Эң алдымен осылай алманын кабыгынан тазалап алып, оны усактап туурап чыктым. Видеонун алгачкы кезинде 2 гана алма турду, бирок мен тагы да 2 алма косуп жасадым. Сөйтүп бар болганы 4 алмадан жасалуу жолу оп оңай әрі тез дайындалатын, дәмі тіл үйрер ерекше тіске басар дайындадым. Усактап туралган алмаларды шоңгул ыдыска салып, онун үстүнөн кант алмаштыргычты косуп, жакшылап аралаштырып алдым. Табамыз кызган кезде сары майды онун үстүнөн туралган алмаларды салып, жакшылап аралаштырдым. Бул жерде алма жумсарганча және де кичкене кызарганча жай отта какпагын жабып буктуруп устайбыз. Шумсарып кызарган алмаларды оттан алып, онун үстүнөн корицаны костум. Бул жерде корицаны косуу міндетті эмес. Менин жолдасыма корица косулган тәттилер унайтындыктан мен костум. Сосын лавашты ашып, бул жерде мән берип карасаңыздар, кебектен жасалган лаваш. Сиздерде кандай лаваштын түрү бар, сону пайдаланууга болот.
Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, алманы лаваштың ішіне салып ораймыз. Және де оны пешке қою үшін противенге салып, жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Үстін өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Мен бұл жолы да өзім жолдасыма ұнайтын мак тәттісін қосып әрледім. Осылай жағып болғаннан соң 180 градуста 10 минут, 15 минуттай ұстаймыз. Яғни беті қызарып, қытырлағанша ұстасаңыздар, жегенде өте приятны болады. Мінеки әп-сәтте ғана тіске басарымыз дайын болды. Өздеріңіз дауысын естіп тұрсыздар, видеода қытырлап, прям сочный болып шыққан. Жегеннің өзінде де сырты лаваштың үстіне жұмыртқа жағып, пешке қойылғаннан кейіндіктен сыртын тістеп жеген кезде қытыр-қытыр етіп, ал іші алманың жұмсарғаны соншалықты сочный болып, керемет үйлесім тапқан. Өзіңіздің отбасыңызға, немесе балаларыңызға, жолдасыңызға шайға жасап берсеңіз болады. Өте керемет болып шыққан. Бірден жасағаннан тез оңай жасалынғандықтан бірден шығады, және де отбасыңызға ұнайтынына мен сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Бала Ямми.